Сәлем бүкіл әлем, сендермен бірге мен Айпылка. Бүгін біз сурет салатын боламыз, жай сурет емес. Біз деген рулеткаға әртүрлі персонаждардың аттарын жазып қойын, персонаж деген заттар әйтеуір. Соларды айналдырып, соның ішінен таңдап сурет салатын боламыз. Кеттік. Міне менің рулеткам, қазір айналдырамыз. Сосын қандай персонаж түседі екен бізге? Персонаж дегенде зат солай. Бастайық. Не түседі екен? Не салады екен біз? Қазір көреміз. Не түседі? Мынау не? Көкөністер. Достар, біз көкөністер салатын болдық. Енді көкөністерге біз эмоция таңдайық. Эмоцияға менде бөлек бір рулетка арнағанбыз. Сол рулеткаға кіреміз. Міне эмоцияның рулеткасы. Осы рулеткаға басамыз. Қазір бізге қандай эмоция түседі, соны біз сол көкөністерге саламыз. Крутой. Жарайды достар, сурет салуды бастайық. Бізде крутой көкөністер болатын болды. Достар, сурет салуды бастайық. Бізге крутой көкөністер түсті. Крутой көкөністер қалай болады? Бізде крутой деген очки киген көкөністер. Мен деген бір 3 көкөніс салайын. Көкөніс, сәбіз. Сәбіз болады мына жерде. Мына жерде менің көрерменім отыр. Айару деген. Мынау сәбіз болады. Бұл видеоның мақсаты қиялды дамыту болды. Крутой сәбіз дайын. Сіздерде де осындай крутой сәбіз болғанын қаласаңдар, лайк басыңдар. Міне достар, крутой сәбіз. Крутой сәбіз енді бізге крутой картошка керек. Картошка. Бізде почти картошка дайын. Әрге пияз жасаймыз. Болды достар, бізде крутой көкөністер дайын деп ойлаймын. Ары қарай рулеткамызды жалғастырамыз. Біз деген бір осы видеода бір 5 па сурет салып көреміз деп ойлаймын. Рулеткаға қош келдіңдер. Қазір біз деген тағы да бір суретке персонаж таңдаймыз. Не шығады екен? Нормальный зат шықса болды. Мысық. Мысық, өзі пысық. Енді эмоция таңдаймыз. Эмоция. Тыр. Қандай эмоциясы бар мысық болады. Мысық. Қандай мысық? Мысық таң қалып отыр біздің осындай сурет салғанымызға. Қазір сол мысықты саламыз. Мынау бір мысық емес, амогус болды ғой тегі. Түрін қараңдар. Қандай мысық болды? Көк түсті. Көк түсті? Жарайды, бізде көк түсті мысық болады. Достар, неме мысықты салдым енді. Наң түріне қара мысық деп айта аласыңдар ма? Комментарийге жазып кетіңдер.
Ары қарай жалғастырайық. Бізде екінші сурет дайын. Енді бір үшеу салайық. Сосын видеомызды аяқтай берсек болады деп ойлаймын. Бұлайынша қызық шығып келе жатыр. Достар, біз рулеткаға кірдік. Қазір рулетканы айналдырып, не түсетінін көреміз. Не түседі екен? Смайлик. Бізге смайлик түсті. Смайликтің эмоциясы. Смайликтің эмоциясы. Қандай эмоция? Тойлау. Түсінікті. Әлгі өзіміз ойдан бір смайлик құрастырамыз, немесе кәдімгі интернеттегі смайликті аламыз. Әйтеуір бір нәрсе істейміз қазір. Негізі мен әлгі мұрынды босқа салдым ғой деймін. Енді бізде бауырсақ шықты. Яру. Бауырсақ тойлап жатыр. Солай. Келесі суретті бастайық. Достар, рулеткаға кірейік. Бізге қандай персонаж түседі екен? Бізге кактус түсті. Кактус десе кактус болсын. Ой. Енді бізге кактустың эмоциясы керек. Кактустағы эмоция. Қандай эмоция болады кактуста? Кактус ойланып отыр. Қазір біз қиялымыз іске қосамыз. Кактустың ойланып отқанын түсіреміз. Мен бауырсақты туған күнімен құттықтаймыз. Мысық таң қалып отқан және біздің жемістер. Нәрге бізге ойланып отқан кактус керек. Кактусты қалай ойландырсақ болады? Кактус не ойлайды өзі? Міне ойланып тұрған кактус. Қызық болды деп ойлаймын. Енді тағы бір сурет. Бізде 5 сурет болу керек. Не бірінші сурет крутой кәлгі көкөністер. Екінші сурет таң қалып тұрған мысық. Туған күніңмен және кактус ойланып тұрған. Иә. Енді мына бетке біз тағы бір персонажды салайық. Достар, қазір біз тағы да рулетканы айналдырамыз. Не түседі екен ендігі жолы? Не болады екен? Негізі бұлайынша біздің суреттеріміздің барлығы әдемі сияқты. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бізге үй түсті. Үйдің эмоциясы. Үйде эмоция бар екен. Қандай? Не түседі? Күлкілі. Үй бізде өте қатты күліп жатыр. Достар, бізге үй күліп тұрған үй түсті. Қазір біз сол үйде саламыз.
достар, міне біз үйді салдық. Ол деген міне салдық. Мына жерде адам деген үйді бояп отыр, содан оның күлкісі келіп жатыр. Иә, солай. Видео сендерге ұнады деп ойлаймын. Бүгін салған суреттеріміз крутой сәбіздер, сәбіздер, мысық, картошка, және үй. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Раньше тебя не видел, нет. Не знаю, кто ты, с каких планет. Ходишь ли по земле, я не знаю. Но ты приснилась мне во